Армысыз көрермен, назарларыңызға апта легін ұсынамыз. 20 маусымда Қазақстанға Германияның федералды президенті Франк-Вальтер Штайнмайер келді. Тоқаев пен Штайнмайер Ақордада келіссөз жүргізді. Келіссөздер нәтижесі бойынша неміс компаниялары Қазақстандағы жасыл сутегі өндіретін зауыт құрылысын бастайды. Оны неміс-швед компаниясы жүзеге асырады. Бұл жобаға салынатын инвестиция көлемі 50 миллиард долларды құрайды. Жалпы 9 құжатқа қол қойылған. Олардың ішінде ынтымақтастық туралы меморандум, кәсіпорындар басшыларының біліктілігін арттыру жөніндегі мәлімдеме, гипсокартон парақтары мен құрғақ құрылыс қоспаларын өндіретін зауыт салу жобасы, Қазақ-неміс тұрақты инженерия институтын құру туралы келісім және тағы басқалар бар. Германияның орталық Азия елдерімен сыртқы саудасының 83% Қазақстанға тиесілі. Былтыр екі жақты сауда-саттық шамамен 50 миллиард доллар болған. Қазақстан Германияның басты 50 экономикалық серіктесінің қатарына кіреді. 22 маусымда президент Қасым-Жомарт Тоқаев реформалар жөніндегі жоғары кеңестің отырысын өткізді. Шарада Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты негізгі сын-қатерлер талқыланған. Жиында энергетика саласы мен тиімді тариф саясатын дамыту, ұлттық жобаларды әзірлеу, қолжетімді интернет жаңа ұлттық жобасы, денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын дамыту мәселелері талқыланды. Президент жылу энергетикасы және энергия жүйесінің нысандары білікті кадрлармен қамтамасыз етілмегенін келесі өзекті мәселе ретінде атап өтті. Кадр тапшылығы мәселесін жедел шешу жөнінде тапсырма берді. Бұдан бөлек баяндамаларға байланысты тапсырма берген президент Тоқаев ұлттық жобаларды уақытылы әрі сапалы жүзеге асыру қажеттілігін, халықты қолжетімді және сапалы интернетпен қамтамасыз ету керектігін, отандық өнімдерді кеңінен қолдану аса маңызды екенін атап өтті. Сирияға байланысты Астана кездесуі бұдан былай жалғаспайды. Бұл туралы жиналыс қорытындысында сыртқы істер министрінің орынбасары жариялады. Халықаралық 20-шы Сирия мәселесі бойынша Астана кездесуі бұдан былай елордада өтпейді. Себебін сыртқы істер министрлігінің өкілі Сириядағы ахуал өзгеріс тауып, елдің араб мемлекеттері лигасына оралуына байланысты деп түсіндірді. Қазақстандық тараптың хабарлауынша Сириядағы жағдай жақсарды. Сол үшін жиналысты жалғастыруға қажеттілік болмады. Дегенмен Түркия, Иран және Ресей делегациясы бұл шешіммен келіспеді. Олардың айтуынша шара жалғасады. Нәтижелі шешімдер орын алғанмен бұл жиналысты жалғастыруға негіз бар дейді делегация өкілдері. Сирия жөніндегі жоғары деңгейдегі халықаралық кездесу 2017 жылдан бері 20 рет ұйымдастырылған. Оның 18-і Қазақстанда болған. Апта басында Астанада 80 гектар аумақ өртеніп кетті. Өртті сөндіруге барлығы 172 адам, 46 бірлік техника және 2 тікұшақ жұмылдырылды. Елорда маңындағы құрғақ шөп өртінен қала тұрғындары зардап шекпеген. Дегенмен өрттен шыққан түтін қаланың сол жағалауына тарады. Осы аймақтағы ауаның ластану деңгейі 177 балға жеткен. Өртті сөндіру үшін тікұшақтармен жалпы көлемі 150 тоннаға жуық су төгілген. Енді қазақстандық футболшылар Түркияда легионер саналмайды. Түркия футбол федерациясының директорлары кеңесі тиісті ережені қабылдады. Ережеге сай әрбір суперлік турниріндегі клубтар құрамындағы түркі елдері азаматтарының біреуінен легионер статусын алып тастайды. Суперлік клубының басты құрамында 14-тен артық шетелдік футболшы болмау керек. Ал командада Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркменстан елінің футболшылары легионер ретінде саналмайды. Және олардың саны әр клубта бір адамнан аспауы керек. Апта легі осымен тамам. Назарларыңызға рахмет. Қазақ Ньюс ақпараттық агенттігінің әлеуметтік желілеріне тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.